Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайындағы донер дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: тауықтың төс еті, тұз, бұрыш, паприка, майонез, кетчуп, қызанақ, пияз, картоп, қияр және лаваш қажет болады. Ең бірінші тауықтың төс етін маринадтаймыз. Тұз, бұрыш, паприка салып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Тауықтың төс еті тез қуырылу үшін мен алдын ала бір ыстық суға салып алдым, қайнап тұрған. Картопымызды ұзыншалап турап, тура видеодағыдай тураймыз, сорғытамыз. Қиярымызды, пиязымызды және қызанағымызды тура осылай ұзынша етіп турап аламыз. Тауықтың төс етін сковородкамызды алдын ала қыздырып, аздап қана май құямыз. Жақсылап тұрып қызарғанша қуырып аламыз. Осылай қызартып қуырған өте дәмді болады. Майымызды алдын ала қыздырып, фриімізді дайындаймыз. Қызып тұрған майға салу керек, сонда біздің фриіміз өте дәмді болып шығады. Араластырып отырамыз. Фриіміз дайын. Жақсылап тұрып майынан сорғытамыз. Донерімізді жинаймыз. Ең алдымен соусымызды дайындаймыз. Кетчуп пен майонезді араластырамыз. Өте қарапайым соус. Лавашымызға жағамыз. Менде бір лаваштан 3 донер шықты. Тауықтың төс етін салып, қияр, помидор, пияз барлығын саламыз. Тура видеодағыдай салу міндетті емес. Өз қалауларыңыз бойынша сала беруге болады. Ең үстіне соусымызды саламыз. Тура видеодағыдай жақсылап тұрып ораймыз. Салмасын қатты көп салудың қажеті жоқ. Донер дұрыс оралмай, мазаларыңызды алуы мүмкін. Орап шығамыз. Біздің донеріміз дайын. Қалған донерлерімізді де тура осылай қайталаймыз. Донеріміздің іші өте дәмді, өте аппетитті көрінеді. Сковородкамызды қыздырып, екі жағын тура осылай қыздырып аламыз. Осымен біздің донеріміз дайын. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Өте тиімді болады, өте балғын болады. Егер де видеоны соңына дейін тамашаласаңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айгерім ас болсын.